Қазақстанның батыс және солтүстік аймақтарында ауа райы күрт бұзылып, жолдар жабылды. Ақтүтек боранда жол бойында қалған автокөліктерді құтқару үшін Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департаменті арнайы шынжыр табанды техникасын іске қосты. Жойқын жел елді мекендерді электр жарығынсыз қалдырып, тіпті тұрғын үйлердің шатырын ұшырып алып кетті. Мектептерге балаларды жіберуге қорыққан ата-аналар үйден оқытуға шешім қабылдады. Батыс Қазақстан облысында 18 мыңнан аса абонент жарықсыз қалған. Бүгінгі таңда ауа райының қолайсыздығынан болған апат салдарын жою жұмыстары жалғасуда. Үзілген электр желісін қалпына келтіру үшін 36 бригада жұмыс істеуде. Қаратөбе, Сырым, Бәйтерек, Бөрлі ауданы және Орал қаласында апаттық жағдайды жоюға барлық күш жұмылдырылған. Ақтөбе облысында да қарлы боранның салдарымен күресуде. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жергілікті әуежайда рейстер кешіктіріліп, барлық оқу орындары қашықтан оқытып жатыр. Боран тек далада ғана емес, облыс орталығында да өршіп тұр. Электр қуаты және ауыз сусыз қалған бірнеше тұрғын үй массивтерінде 2000-ға жуық абонент зардап шегуде. Ақтөбеліктер түнгі боранның қорқынышты зардаптарын бейнероликтер арқылы бөлісуде. Қатты жел әуе қалашығындағы жаңа ғимараттың төбесін ұшырып кеткен. Қираған шатыр тікелей жолға түсіп, қозғалыс аумағын жауып тастады. Қалаға жауған қар қоғамдық көліктің жұмысын тоқтатты. Ақпан айы атыраулықтарды да әбігерге салды. Өткен жылы қалың қармен арпалысқан тұрғындар биыл толасы жауған жаңбыр суымен алысып әлек. Қала көшелеріндегі бөлек тұрғын үйлер де суға кетіп жатыр. Болжам бойынша жақын күндері Қазақстан кезекті Атлантикалық циклонмен байланысты атмосфералық фронттар әсерін сезеді. Күн бұлтты болады және жел соғады. Республиканың солтүстігінде желдің екпіні 23-28, ал кей жерлерде секундына 30 метрге жетеді. Жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Солтүстік облыстарда қалың қар жауып, бұрқасын күтіледі. Сонымен қатар циклон әсерінен қысқа мерзімге күн жылынады, кейін аяз басталады.